Құрметті қазақстандықтар, міне 2026 жылда есік қағып келіп қалды. 2025 жыл ешкімге оңай болған жоқ. 34 жылдан бері Қазақстанда шешілмей келатқан бір мәселе бар. Осы мәселені шешу мақсатында біз Көстемесің командасы ешкім кіріспеген, ешкім қадам баспаған, түсініксіз әрі қауіпті жанрға бардық. Ол комедия. Қазір кейбіріңіз комедия деген не өзі деп ойланып отырған боларсыздар. Уайымдамаңыздар. Біз де түсінбедік. Бірақ тырысып көрдік. Ешқандай фильмге түспеген актерларды шақырдық. Олар да аз қалған екен. Еш жерде айтылмаған әзілдерді жаздық. Жалпы комедия жанрында Қазақстанда бірінші рет алғашқы болып түсіріп жатқандықтан әзіл аз болды. 2005 жылы айтылмай кеткен финалдағы 2-3 әзіліміз бар еді. Соны татыға салдық. Наконец-то 2026 жылы Қазақстанға комедия келеді. Күлесіз бе, күлмейсіз бе? Ол сіздің еркіңіз. Күлмесеңіздер, біз кінәліміз. Ал күлсеңіздер, ол да кездейсоқ болып қалуы мүмкін. Бірақ біз тырыстық. Жаңа жылды күліп қарсы алыңыздар. Өйткені басқа амал жоқ. Баршаларыңызды жаңа жылмен құттықтаймын.